инфаркт, инсульт алған жағдайда мысалы не үшін жасы үлкен адамдарға қарағанда жастар көп жағдайда өліп кетеді. Жастарда летальный исход көп, білесіздер ма? Оның себебі үлкен адамдарда негізінен компенсаторный механизм жақсы дамыған. Оның бірден бір белгісі жанама қан тамырлары, коллатериалды артериялар. Инфаркт кезін алатын болсақ, жүректің өзін қанмен қамтамасыз ететін тәждік артериялар. Тәждік артериялар мысалы қысылып қалғанда, тромб тұрып қалған жағдайда дейік. Ол кезде үлкен адамдарда коллатериалды артериялар жақсы дамығандықтан коллатериалды артериялар белсенденіп жұмысқа кіріседі. Мысалы, тәждік артерия бітеліп, жүректің бұлшықеттеріне оттегі жетпей жатыр, бірақ нәтижесінде коллатериалды артериялар арқылы белсенденіп қан барып жатады. Ал ол жастарда дамымаған, жақсы дамымағандықтан жастарда көп летальный исход көп жағдайда өліп жатады. Инсульт кезінде де дәл солай десек болады. Не үшін жастарда көбінесе геморрагиялық инсульт болып кетеді? Бірден бір себебі осы компенсаторный механизм дамымаған. Үлкен адамдарда компенсаторный механизм жақсы дамыған.